Ассалаумағалейкум миллион фандар, жақсы жандар. Жездуха 33-ші сериясын көріп қойсаңыз, онда сіз 100% Жездуханың 34-ші сериясын күтіп жүрген боларсыздар. Бұл факт. Алдыңғы серияны қысқаша айтып кетсек, Айжамал Қанатқа қатты ренжіп ажыраспақшы болды. Неге ренжігенін айтпай қояйын. Мансар мен Ером сол баяғыдай Жездухасына прикол ұстап, әпшесін ұзатып жібердік деген кезде, Қанат жүрегі ауырып жылап, оң көзінен Сырдария, сол көзінен Амудария өзеніндей аққан жасты айтсайшы. Өзім бір түрлі әсерде болдым. Байқасаңыздар, Жездуха сериалындағы Қанат бірінші рет осылай жылап тұр. Егер қателессем, комментке жаза кетіңіз. Келесі бейнелерде Айжамал және Қанат екеуі сөйлесіп, бір мәмілеге келіп ажыраспайтын болып, екеуі қол ұстасып, ауылға қайтып, мәз болып әңгімеден жіберіп отқанда, Жездуха жөтеліп қан құсып, Айжамалға дертін айтып, ағынан жарылады. Ал Мансар мен Ером болса, кафеде қыздарға қарап көздің зинасын алып отқанда, Руслам Шырамды көріп қалады да, оны ұстап алып өткен тірліктер үшін жауап беруін талап етеді. Сонда Руслам Шырам ат души қойып берем деп клубқа барады. Сол жақта Король есімді криминальный авторитетпен таныстырмақшы болғанда 33-ші серия бітіп қалады. Ал сіз ол кісіні кім деп ойлайсыз, комментарийге жаза кетіңіз. Арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басыңыз. Келесіде кездескенше, сараньо.